Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Білім көкжиегінде қалықтаған құстай, жер жаһанға білім нәрін себуші бірден бір адам ұстаз. Армысыздар, мен педагог куратормын. Адам жүрегінің бақтарын суаратын саф алтындай таза арнасы болады. Ол рухани байлығы. Сол байлықты қалыптастыратын үш асыл бар. Бірінші ата-анаң, екінші туған халқың, үшінші ұстазың. Мен Асылбекова Әйгерім Асылбек қызы. Бүгінгі таңда Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмірі 44-ші мектеп гимназиясында 6-шы Ж, 7-шы Ж сыныптарында педагог куратор қызметін атқарамын. Білім беру процесінен өзге тәрбие бағыты бойынша білім ордасының тәрбие, қоғамдық жұмыстарына атсалысу, сыныпқа жетекшілік ету, оқушылардың үйірме, бірлестік жұмыстарына жұмылдыру, конференция, семинарларға қатысу, ұйымдастыру, оқушылардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік ету және сонымен қатар ата-аналармен жұмыс түрлерін жүргіземін. Бұл аталғандар қарапайым педагог куратор өмірінің бір парағы ғана. Куратор үшін қалыптасу жолы қаншалықты маңызды болса, оның нағыз бейнесі болашаққа деген бағдарымен анықталмақ. Тағат таппай алға ғана жылжитын уақытпен қатар келе жатқан заманауи жаңалықтарды өз тәжірибесімен үйлестіру бүгінгі педагог куратордың алдына қойылатын талап. Ал менің педагог куратор ретінде алдыма мақсат қоюыма не жетелейді? Әрине, оқушылардың арманы мен мақсатым. Алдыма қояр міндеттерімді бүгінгі жастардың мақсатымен ұштастыру маңызды. Болашаққа олардың көзімен қарауға ұмтылу қажет. Сондықтан да ұстаздықтың ұлы жолын таңдаған жастарға айтарым, артыңа қарауға мұрша бермейтіндей, осынау бір өмірде сәл ғана кідіріп, Омар Хайям айтпақшы, жүректің түріп құлағын ойланып сәл-пәл қарашы, кімсің сен қайда тұратын, ендігі қайда барасың деген сөзімен аяқтағым келеді.